Қазақстанда 17 мыңнан астам адам қызылша жұқтырды. Оның 82%-ы 14 жасқа дейінгі балалар. Израиль мен Хамас арасындағы соғыстың жақын арада аяқталуы мүмкін бе? Қарастырып көрейік. Сіздермен әдетінше мен Шолпан Сағадат кеттік. Бүгінде елімізде қызылша ауруы өршіп тұр. Инфекциялық ауруханалар лық толып, науқастар сыймай жатқан жағдайлар да бар. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният хабарлағандай, қызылша бойынша жағдайдың асқынуы әлемнің 167 елінде 415 мыңнан астам жағдай тіркелген. Қазақстанда қызылшаның 17.687 жағдайы тіркелді. Олардың 82%-нан астамы балалар. Бұл ретте балалардың 60%-ы ата-аналарының бас тартуына байланысты егілмеген. Қалған балалар егу жасына жетпегендер, не медициналық қарсы көрсетілімдері бар. Жоғары деңгей Шымкент пен Алматы қалаларында, Жамбыл, Алматы, Маңғыстау, Ақтөбе, Қызылорда және Атырау облыстарында байқалады. Ол елімізде жоспарлы иммундаумен 600 мыңнан астам бала қамтылғанын. Бұл денсаулық сақтау ұйымының ұсынымына сәйкес келетін 1 және 6 жастағы балалардың 84%-ын құрайтынын атап өтті. Вакциналармен қамтамасыз ету мәселесі бойынша министр қызылшаға қарсы вакцинаның қосымша 1,5 миллион дозасы сатып алынғанын, оның 500 мың дозасы түскенін, желтоқсан айында 1 миллион доза жеткізілетінін хабарлады. Өз кезегінде үкімет басшысы Смайылов, қызылша асқынып кетсе, балалардың денсаулықтарына аса қауіп төндіреді. Сондықтан онымен тек денсаулық сақтау жүйесі ғана емес, бүкіл қоғам болып күресуіміз қажет. Бала денсаулығы басты назарда болуы тиіс. Денсаулық сақтау министрлігі мен әкімдіктер вакцина алудың қажеттілігі туралы ақпараттық түсіндіру жұмыстарын күшейту керек. Барлық әкімдер вакциналау мәселесін жеке бақылауда ұстап, денсаулық сақтау министрлігімен бірге жұмысты үйлестіру қажет деді. Өкінішке орай көптеген ата-аналар балаларына қажетті екпені салдырмайды. Біреулері дін ұстанымы бойынша салдырмаса, енді бірі бұл халықаралық компаниялардың бизнесі. Халықтан ақшаны алудың жолы деген қисынсыз сылтау келтіреді. Балаға бүгін үкімет тарапынан қойылатын тегін екпені салдырмай, ертең ауырып қалғанда дәрі-дәрмекке, аурухана табалдырығын тоздыруға қанша қаражат жұмсалатынын, қанша уақыты мен ең бастысы баланың денсаулығына зиян келетінін түсінгісі келмейтіндермен тіпті қалай күресуді де білмейсің. Антиваксерлер қоғамды адастырып, өздері ковид кезінде де қалай зардап шеккендерін ұмытқан сияқты. Міне тағы айтар сөзі қалмаған, халық ұмыта бастаған антиваксерлер басқа танылатын жолы болмағандықтан бұрынғы әдетіне салып отыр. Әрине өз баласы үшін әр ата-ана өзі шешім қабылдағаны дұрыс, дегенмен артынан опық жеп қалатындай болмаса игі. Израиль мен Хамас атысты тоқтату режимін бастады. Бұл соғыс жақында аяқталады дегенді білдіремін. Естеріңізге салайық, Израиль-Араб соғысының жүріп жатқанына 100 жылдан асты. Екі мемлекеттің дауы жер мәселесі. Қақтығыстың басталуына тоқталайық. Израиль мемлекетін құру Лондонның еврейлердің ұлттық отаны атты жоспарынан негіз алған. Бұл шамамен 1917 жылдар болатын. Еврейлер британдық биліктің уәдесіне сеніп, сол уақыттағы Осман империясының қарамағына кірген Палестина жеріне бас сауғалап көше бастайды. Бірінші қақтығыс 1949 жылы Израильдің жеңісімен аяқталды. Кейін Палестина жері 3 бөлікке. Израиль мемлекеті Иордан өзенінің батыс жағалауы және Газа секторы болып бөлінеді. 6 күндік соғыс. 5 маусым 1967 жылы Израиль мен Палестина арасында 6 күндік соғыс өтті. Бұл жолда Израиль жеңіп, Палестинаның басым бөлігін өзіне бағындырды. Ал енді қазіргі жағдай. 7 қазан күні фестиваль барысында Хамас әскері Израильге басып кірді. Бұл концертке 1000-нан астам халық жиналды. Оның арасында шетел азаматтары да бар. 260-қа жуық адам мерт болып, тірі қалғандар тұтқынға түсті. Бүгінде Израиль 1400-ден астам адам қаза тапқаны туралы хабарлады. Бірақ кейін құрбандар санын 1200 деп өзгертті. Себебі қаза тапқан Израиль азаматтары ретінде Хамас содырларының өртенген денелерін қателесіп санаған. Ал Газа секторында қаза тапқандардың саны 16 мыңға дейін өсті, деп хабарлады денсаулық сақтау министрлігі. 35 мыңнан астам адам жарақат алған. Қазақстан өз кезегінде гуманитарлық көмекке жалпы салмағы 38 тоннадан асатын азық-түлік, төсек орын жабдықтары, дәрі-дәрмек және медициналық бұйымдар жөнелтті. Оған дейін $1 миллион көлемінде гуманитарлық көмек көрсеткен болатын. Бүгінге айтар ой осы. Елде белең алып жатқан қызылшадан балаларды сақтап, зорлық-зомбылықтан көз аша алмай отырған қоғамды түзейтін кезде қол қусырып қалмаңыз дегім келеді. Келесі кездескенше.